Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен фруктовый ассорти жасайтын боламыз. Бұл фруктовый ассортидің ең оңай түрі. Негізі бұны кез келген жемістермен жасай беруге болады. Ендеше кеттік. Ең алдымен біз жемістерімізді турап аламыз. Мен жүзімді былай қарай қоя тұрамын. Енді қалған жемістерімізді тураймыз. Достар, енді біз туралған жемістерімізді әдемілеп тарелкеге қоятын боламыз. Сонымен достар, осындай аз уақытта фруктовый ассорти жасадық. Қонақ келгенде де жасаңыздар, дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Кез келген мезгілдер сайласаңыздар болады. Мысалы, сіздер жүзімнің орнына киви алсаңыздар да болады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, астына комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше астамды болсын, сау болыңыздар.